Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Бүгін үй жағдайында қызылшадан қарапайым салат жасайтын боламыз. Алдыменен маған қызылшаны суға пісіріп алдым. Укроп, бір тал чеснок керек болады. Енді қызылшамды осындай дөңгелектеп турап аламын. Осындай бөліктерге бөліп. Енді бұны төрт бұрыштап кубиктап майдалап турайтын боламын. Міне осындай кішілеу. Өзіме ыңғайлы сол. Қалауларыңыз бойынша теркадан өткізсеңіз де болады. Мен өзім қолдан тураған жақсы көремін. Қызылша негізі жақсы, пайдалы. Адам ағзасына дәрумендері көп ішінде. Бұл салат мезгіл таңдамайды, қалаған уақытта жасап жей бересіз. Міне турап болып қалдым. Енді бұны ыдысыма саламын. Оған алма қоссаңыздар да болады, жаңғақ қоссаңыздар да болады. Кім не қалайды, солай жасай берсе болады. Мен өзім укропты жақсы көргендіктен көбіне укроп қосып жасап беремін. Укропты өшетіп сақтап тураймын. Бұны біраз бөлігін араластырып жіберемін. Біраз бөлігін алып қаламын бетіне сәндеуге. Чесногым үлкенде болып қалды, ортасынан бөліп жіберейін. Мен чеснок өткізетінмен ұсақтап өткізіп тастаймын. Енді екінші жартысын. Енді бұған майонезімді саламын. Мен майонезін көптеу болған қалаймын. Толтырып 2 қасық саламын. Аздау салсаңыз да болады. Кім қалай жақсы көреді, солай жасайды. Араластырып болып қалдым. Енді бұған бір шымшым тұз саламын. Кішкене ғана. Тағы да араластырамын. Енді бұны ыдысыма салып, енді бұның бетін сәндеп укроп сеуіп қоямын.
Менің каналымнан қандай видеоларды көргіңіз келеді, қандай тамақ рецепттерін көргіңіз келеді, бөлісе отырыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Рахмет.